Саламатсыздар ма оқушылар, 11 сынып алгебра оқулықтағы 10-да 13 пен 10-да 15 есептің шығарылуын көрсетейін. Енді мына 10-да 13 есепте бізде тепе-теңдікті дәлелдеу керек. 2-ден 1 дегеніміз бұл 2-ның -1 дәрежесі деген сөз. 2 дәрежесі көбейтілген 4 дегеніміз ол 2-ның 2 дәрежесі. Мына 2-ден түбір астына 3-ті көбейтіп қоямын. 8 дегеніміз 2-ның 3 дәрежесі, 8-ден 1 дегеніміз 2-ның -3 дәрежесі болады. 27 дәрежесі. 16 дегеніміз 2-ның 4 дәрежесінің 3 дәрежесі. Тең болады. Мынанда 2 негізіне келтірсек болсам, мынау 2-ның 2 дәрежесі, 2-ден түбір асты 3, оның -4 дәрежесі болады. Ары қарай ықшамдасақ, мынау 2-ның -12 дәрежесі, көбейтілген 2-ның 2 қысқарып кетеді, түбір асты 3 дәрежесі, көбейтілген мынау 2-ның мына жерде -3. 27 дегеніміз бұл 3-ден түбір астында 3 деген сөз. 3 түбір асты 3 деген сөз. Көбейтілген мынау 2-ның 12 дәрежесі тең, мынаны сол күйінде жазып қоямын. Енді мына 2-ның -12 дәрежесі мен 2-ның +12 дәрежесі көбейтілген кезде 2-ның 0 дәрежесі ол 1-ге тең болып кетеді екеуі. Ал мына екеуін біріктірсем, 2-ның түбір асты 3 дәрежесі көбейтілген мынау 2-ның -9 түбір асты 3 көбейтілген мынау 2-ның көбейтіп жіберетін болсам -8 түбір асты 3 болады. Енді мынаның дәрежелерін біріктіретін болсам, мынаның алдында 1 тұр деген сөз. Сонда -9-дан 1 алсам, 2-ның -8 түбір асты 3 дәрежесі тең 2-ның -8 түбір асты 3 дәрежесі. Екі жағы тепе-теңдік дәлелденді. Бізде дәлелденді деп жазып қояйық. Екіншісі, мына екі жағын тепе-теңдік екенін дәлелдеу керек. 2-ның 48 дегеніміз 16 мен 3-тің көбейтіндісіне тең деп жазып алайық бірінші. 4 жазып қояйында 108 дегеніміз ол 3 пен 36-ның көбейтіндісі түрінде жазып алайын. Көбейтілген мынау 2-ның 27 түбір асты 3 дәрежесін сол күйінде жазып қоямын. 6-ның 27 дегеніміз ол 3 түбір астында 3 деген сөз. Тең болады мынау 6 көбейтілген 2-ның 19 дәрежесінің түбір асты 3 дәрежесін солай жаза тұрайын. Енді мынау 16-ның түбірі 4-ке тең, сонда мынау 4 түбір асты 3 дәрежесі болады. 12-ның 4 түбір асты 3 дәрежесі бөлінген 4-тің 36-дан 6 шығады, 6 түбір асты 3 дәрежесі көбейтілген мынау 2-ның 27 түбір асты 3 дәрежесі бөлінген 6-ның 3 түбір асты 3 дәрежесі тең болады. 6 көбейтілген 2-ның 19 дәрежесінің түбір асты 3 дәрежесі. Енді мынаны қысқарту үшін мынаны 3 пен 4-тің көбейтіндісі түрінде жазайын. Яғни 3-тің 4 түбір асты 3 дәрежесі көбейтілген 4-тің 4 түбір асты 3 дәрежесі. Көбейтілген мынаны бір аталап көшірем. 2-ның 27 түбір асты 3 дәрежесі бөлімінде 2-ның 2 дәрежесі, сонда ол мына 6-ға көбейтіледі. 12 түбір асты 3 дәрежесі көбейтілген мынаны 6-на 2-ның 3 түбір асты 3 дәрежесі мен 3-тің 3 түбір асты 3 дәрежесі деп алайын. Мына жағындағында 2 мен 3-тің көбейтіндісі түрінде жазып алайын. 6-на дәрежесі түбір асты 3. Ары қарай жағына жалғастырсам, енді мынаны мынау 2-ның 2 дәрежесі ол, сондықтан мынаны 2-ның 8 түбір асты 3 дәрежесі деп алмастырып жіберейін осы жерден. Сонда бұл жерде 3-тің 4 түбір асты 3 дәрежесінің 2-ның жерде 8 бен 27-ні қоссам 35 түбір асты 3 дәрежесі бөлімінде екілерді біріктіріп жіберсем 2-ның 15 түбір асты 3 дәрежесі көбейтілген 3-тің 3 түбір асты 3 дәрежесі тең. Мына екілерді біріктірсем 2-ның 20 дәрежесі көбейтілген 3-тің түбір асты 3 дәрежесі болады. Енді мына жерде екеуін бір-біріне біріктірсем, мына екеуі қысқарады бізде. Қысқарғанда дәрежелі азайтылады. Және мына екеуі қысқарғанда дәрежелі азайтылады. 4 түбір асты 3-тен 3 түбір асты 3-ті азайтсам, 3-тің түбір асты 3 дәрежесі болады. Көбейтілген 2-ның 35-тен 12-ні алып 35-тен 15-ті алып тастасам, енді 20 дәрежесі болады. 20 түбір асты 3 дәрежесі. Немесе мынаны түбір асты 3 дәрежені әрқайсысына көбейтетін болсам, 2-ның 20 түбір асты 3 дәрежесі көбейтілген 3-тің түбір асты 3 дәрежесі. Міне екі жағы бірдей болды, олай болса бізде дәлелденді. 10-да 15-ші есеп. Бөлшектер салыстыру керек мына жерде. Енді мынаны бөлшектердің өздерін салыстыра алады. 2 бөлінген 9 бен 2 бөлінген 8. Алымдары бірдей бөлшектің қайсысының бөлімі кіші, сол бөлшек бізде үлкен болады.
олай болатын болса, екеуінің дәрежелері бірдей, сондықтан мына бөлшек бізде үлкен болып табылады. Енді келесі сандарда мына жер теріс дәреже болғандықтан біз теріс дәрежені былай істейміз. Алым мен бөлімнің орнына ауыстырамыз. 3 бөлінген түбірасты 5-тің плюс түбірасты 3 дәрежесі болады. Және мына жерде 4 бөлінген 3-тен түбірастында 5-тің плюс түбірастында 3 дәрежесі. Енді мына бөлшектің өздерін салыстыратын болсақ, 3 бөлінген түбірасты 5 пен 4 бөлінген 3-тен түбірасты 5-ті салыстыратын болсақ, мына жерде ортақ бөлімге келтіреміз. Ортақ бөлім бізде 3 түбірастында 5. Екеуінде де мұнда 3-тен келеді, мұнда бізде 1-ден келеді. Сонда мынау 9 бөлінген 3 түбірасты 5, мынау 4 бөлінген. Енді бұның бөлімдері бірдей бөлшектің қайсының алымы үлкен, сол бөлшек бізде үлкен болады. Енді дәрежелері бірдей болғандықтан бізде мына бөлшек үлкен болып табылады екен. Үшіншісі, мұнда да бірінші бөлшектің өздерін салыстырып алайық. Пи бөлінген 5 пен пи бөлінген 6. Алымдары бірдей бөлшектің қайсының бөлімі кіші, бізде сол бөлшек үлкен. Енді дәрежелері бірдей болғандықтан мына бөлшек бізде үлкен болып табылады. Келесі мынада теріс дәрежеден құтылу үшін алым мен бөлімі орнына ауыстырамын. 3 бөлінген 4-ші дәрежелі түбірастында 2-ның 2,8 дәрежесі, 2 бөлінген 4-ші дәрежелі түбірастында 2-ның 2,8 дәрежесі. Енді мынаның бөлімдері бірдей, алымдарының қайсы үлкен? Сол бөлшек үлкен, мына бөлшек үлкен, алым үлкен, олайса мына бөлшек бізде үлкен болады. Дәрежелері бірдей болғандықтан бізде мына бөлшек үлкен болып табылады екен.